Балқашмыс зауытының әрбір цехында қауіпті мен тәуекел жағдайлар бөлек. Олармен танысып, оларды білу маңызды өте қажет. Біздің жалпы цехтың жұмысы, шықты дайындау цехының, біздің жаңа Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатқан шикізатты, балқыту агрегаттарын сол шикізатпен үздіксіз қамтамасыз ету. Ең цехтың басты міндеті ол 365 күн жылына 24 сағат тәулігіне еш тоқтамай жаңа агрегаттарды шикізатпен толық қамтамасыз етіп отыру. Біздің жұмысымызда тіпті 3-4 минуттық үзілістер бұл жаңағы балқыту процесінің әрі қарай әртүрлі қиыншылықтарға алып келуі мүмкін. Қыс мезгілінде күн суық, жазда ыстық, ол мысалы кептіру учаскесін, ол жерде де жаңағы кептіру пештері қолданған уақытта температура өте жоғары болады. Негізі бұл цехтың өзі негізі осы шаңнан тұрады ғой. Жаңа шикізаттың өзі бізге өте майда күйде келгендіктен учаскедегі 200-ге тарта адамның негізгі 50% әйел жолдастар, шықтопщиктер, шықта дайындаушылар, жаңағы тасы күтушілер өзіміз сияқты. Осы жерде 5 ауысым бойынша жаңағы өзіміздің балқыту агрегатын осындай шикізатпен қамтамасыз етіп отырмыз. Ұжымымыз өте тату, еңбекқор, қандай да бір қиыншылықтарда, қуаныштарда бірге болып, әр уақытта осы еңбекті, жемісті еңбектерін жалғастырып жатыр. Бұл біздің цехта негізгі біздің өз балқыту бөлімі бірінші бөлім болып табылады. Одан бізден шыққан өнім екінші конвертердік бөлімге барып түседі. Оларда тағы да әрі қарай жоғарғы температурада балқытылып, әрі қарай анодтық бөлімге барып түседі. Енді менің негізгі міндетім жаңағы аға балқытушы, жаңағы осына біздің Ванюков пешіміздің балқыту процесін бақылаймыз. Ол балқыту процесі негізінен 50% автоматтандырылған деп айтуға болады. Сол жаңағы мыстың балқу температурасын, өнімді шығару уақытын бәрін бақылаймыз. Соның бәрін бақылауда ұстап отырамыз. Енді біздің бұл жерде жұмыс негізі ұжымдық жұмыс болып табылады. Өзі біздің жаңағы бөлімшеде 5 ауысым бар. Сол 5-ші ауысымда істейміз. Бір адам бұл жерде ештеңе бітіре алмайды. Сол ұжымның бір-бірінің жаңағы қарым-қатынасының жақсылығының арқасында ұжым жақсы жұмыс істеліп жатыр. Конвертерный черновой мет келеді бізге. Осыдан біз пешке құямыз 3 сағат. 3 сағаттан кейін 3 сағат түсіріп, одан анодный пеш құямыз. Анодтан электролитныйға жібереміз. Разливщиктер болады бұл жерде. Крановщицалар болады. Клавишщиктерден 5-еу. Біреу старший болады. Бір мастер. Енді металлург болу оңай емес. Онда екінің бірі істей алмайды. Физически ауыр. Сол әйел адамдар істей алмайды, мұнда еркектер ғана. Бізге мыс келеді, электролизный цехтан склад готовый продукцияға мыс келеді, шақпақ мыстарды. Бұл цехта жаңа мыстан әрекерлеп, шетелге дайындаймыз мысты. Дайын өнім қоймасы бұл. Осы жерде мыс дайындалып, шетелдерге жібереміз. Көріп осындай жұмыс, ауыр жұмыс, жаңағы қол жұмыс бұл жерде основной. Бұл жерде жұмыс істейтін основной 20-25 жастағы жас жігіттер, жас мамандар қазіргі. Ішінде ветерандар да бар істеп жүрген. Біздің күкірт қышқыл цехымызға Балқаш мыс қорыту зауытынан газ келеді. Біз ол газды жоямыз. Біздің цех оны жай ғана жоймай, біз одан күкірт қышқыл газын аламыз. Ол газды біз бірінші газ тазартқышқа апарып, о жақта оны суытып, тазартамыз. Одан кейін біз оны контактный аппаратқа апарып, SO2-ден SO3 аламыз. Менің сменамда 10 адам істейді. 4 аппаратчик, қалғандары дежурный электрик, дежурный слесарь,
мастер. Коллектив жақсы, өте жақсы. Мен өзім жас маманмын, завод өте ұнады. Біздің жұмыс оңай, қатты қиын деп те айтуға болмайды, және оңай деп те айтуға болмайды. Ал әйел жұмына келсек, істеуге болады, бірақ кейбір жұмыстар болады. Олардың күш қуаты, денсаулықтары жетпеуге. К основным профессиям у нас относятся... Негізгі кәсіп бойынша бұл жерде 500-ден астам адам жұмыс істейді. Бұлар балқытушылар, конверторшылар, электролиздеушілер және басқа да кәсіби мамандар. Қосымша мамандықтарға жөндеу жұмыстармен айналысатын ұжымдарының жұмыскерлер жатыр. Менің ойымша БМЗ-дағы жұмыскерлердің бәрін металлургтер қатарына қосуға болады. Өйткені біздің ұжым сапалы катодты мыс шығару жолында және оның ішінде тауарлық өнім шығаруға бір кісіде атсалысуда.